Қазақтың атақты ақыны, жалынды жазушысы, дарынды драматург, білікті ұстаз, мемлекеттік қайраткері Сәкен Сейфуллин. Ақсақ киік. Арқаның бетпақ деген даласы бар, бетпақ шөл ойлы қырлы панасы бар. Сол шөлде ел жоқ, күн жоқ өсіп өнген, жәндіктің киік деген баласы бар. Бетпақта қысы жазы ел болмайды, ел жайлау өзен яки көл болмайды. Бұтасы қубаялыш қара жусан, көгала бетегелі бел болмайды. Бетпақтың көлденеңі 8 көштік, сайланып қыс ішінде талай көштік. Азамат атпен айғыр атанғана, шыдар деп қосты отырып талай дестік. Бетпақта елсіз көлсіз өсіп өнген, жалғыз-ақ құлан киік шөлге көнген. Қазақтың малдарындай қыбырласып, әр ойдан топ-топ болып жуса бөрген. Жалғыз-ақ ел жылында көшіп өтер, асығып қар суымен несіп етер. Қаптасып көшкен елмен дамыл алмай, мергендер аң ауласып кәсіп етер. Мергендер дамыл алмай киікті атқан, ауылды қан сасытып топырлатқан. Киікті ойлай мекен таусылар деп, азайып бірте-бірте келе жатқан. Бетпақтың көкпек жусан шөбі сұйық, сол шөпті қорек қылған байғұс киік. Таң аппақ екі көзі мөлдір қара, тигенде емес адам көзі тиіп. Киікті қазақ және дейді бөкен, бетпақты бұл бейшара қылған мекен. Бөкенді атып мерген өлтіргенде, жазасы жан өлді деп ойлай мекен. Бөкеннен сұлуаңды мен көрмедім, өзге аңға жануарды тең көрмедім. Көздері мөлдіреген ақ бөкенді, адамның баласынан кем көрмедім. Қап-қара екі көзі мөлдіреген, әдемі екі танау желбіреген. Елеңдеп жас балаша жалтаңдайды, жел түрткен жусаннан да селдіреген. Азайды соңғы кезде байғұс бөкен, мың-мыңнан баяғыда өреді екен. Бұл күнде келе жатқан жолаушыға, кез келеді анда-санда саяқ некен. Кей қазақ әдет қылған киік атып, мүйізін пайда қылып шетке сатып. Сандалған бір киікке ұшырастым, бір жылы бетпақ шөлде келе жатып. Бетпақта келе жатты ақсақ киік, сандалып қаңғырақтап басын иіп. Пана іздеп шыбын жанға сүйретіліп, мергеннің кеудесіне оғы тиіп. Тамады қара жерге аққан қаны, қиналып ентігеді шыбын жаны. Боялып ақ денесі қызыл қанға, келеді әлі кетіп жығылғалы. Қиырсыз бетпақ дала қураған шөл, жалғыз-ақ сырғанайды қоңылтақ жел. Меңіреу тірі жан жоқ жып-жылмағай, ел қайда ел алыста шулаған ел. Сандалып келе жатты ақсақ киік, бір тоқтап анда-санда әлін жиып. Ақ бөкен сахараның бота көзі, атты екен қандай мерген көзі қиып. Келеді қаңғылақтап жалғыз өзі, тілі жоқ құр жүректе айтар сөзі. Шағады шыбын жанның қиналғанын, жалғыз-ақ мөлдіреген екі көзі. Жапанда еш сая жоқ шыбын жанға, моншақтап жерге тамған қызыл қанға. Жапанда басын сүйер тірі жан жоқ, әл кетіп сорлы киік жығылғанда. Ботакөз сахарада қына терген, кім екен жапан түзде сені көрген. Аяныш сезімі жоқ бір қазақ-ау, дәл көздеп жүрегіңе атқан мерген. Қазақ әдебиетінде өзіндік ақындық шеберлігімен әрі дарынды тұлғасымен із қалдырған ақындардың бірі деп Сәкен Сейфуллинді айтуға болады. Жастайынан қолына қалам алып, талай туындыны жарыққа шығарған талантты ақынның жан дүниесі сұлулық пен әсемдікке ұмтылып тұратынын көруге болады. Оның дәлелі ақсақ киік өлеңі десек те болады. Ақсақ киік ертеден ауыздан ауызға таралып келе жатқан байғыр киіктің аянышты жолмен қаза болғаны жайындағы аңыз.
Сәкен Сейфуллиннің ерекше талғаммен көрнекті көркем бейнелеген өлеңі. Сонда бұл өлеңі бойынша ақынның сұлулыққа деген көзқарасы қандай, оны қалай аңғара аламыз? Ақынның әсем жеткізе білген өлең жолдары осы шумақтан басталады. Бөкеннен сұлу аңды мен көрмедім, өзге аңға жандарды тең көрмедім, көздері мөлдіреген ақ бөкенді, адамның баласынан кем көрмедім деп Сәкен Сейфуллин бөкенді әлемдегі теңдессіз аса сұлу сөздермен суреттейді. Ақын киіктің сұлулығын өзге жануарлардан артық санайтынын байқаймыз. Киіктің мөлдір көздерін адам баласының көздеріне теңеу арқылы оның теңдессіз сұлу екеніне көзімізді жеткізгендей. Ақын осындай бейнелеу арқылы киіктің әдемілігі мен көркемдігін арқау етіп, өзінің де көзқарасын білдіріп кеткен. Негізінен Сәкен Сейфуллин сұлулыққа тамсанғанын жасырмай, киіктің мөлдір көзін ботакөз деп атайды. Ақбөкен Сахараның ботагөзі деп теңеп, оның қылықтарын адам баласына теңейді. Осыдан барып, Сәкендей ақынның сырын түсінуге болатындай. Себебі жануар мен адамның сұлулығын теңеп, барлық жан дүниесімен оған қарсы емес екендігін дәлелдей түскендей. Есімі әр қазақтың көкейінде жүретін ақынның бұл өлең арқылы оның сұлулық атаулысына оң көзқараспен қарайтынын танып, сонымен қатар жануарларға ерекше мейірім мен ықылас төгіп, қамқорлық жасау керек деген ой түюге болады. Соңына дейін тыңдап, менің арнамды қолдап жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Баршаңызға Алла разы болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, сау болыңыздар.